Сәлеметсіздер ме? Мен Бауыржан Момышұлы атындағы 45-ші қазақ классикалық гимназиясының 8-ші А сынып білім алушысы Аянбек Шұғылақ. Менің зерттеу жұмысының тақырыбы Қарасай шатқалындағы Петровичтер және олардың диалектемелік негізі. Зерттеу жұмысының жаңалығы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру жобасы аясында ұлттық сананы жаңғырту мәселелерін айтып өткен болатын. Ал 2020 жылғы Ұлы даланы жеті қыр атты мақаласында тарихи мұраларымызға үлкен ден қойылған. Қарасай шатқалындағы Петровичтер Қазақстанның жеті кереметтері бола алады және ол жердегі этносымыздың өшпес байлығы ретінде ала аламыз. Дегенмен, сол уақытқа берілген Петровичтердің қазіргі күйі ойдағыдай емес, себебі ол жердегі күннің әсерінен суреттер бірте-бірте жоғалу үстінде. Зерттеу жұмысының өзектілігі Қарасай Петровичтерін зерттеу, ол жердегі құнды мәліметтерді дәлелдеу және бұл нысандарды қолға алуын бақылау. Петрович дегеніміз не еді? Петрович ол тақтасқа салынған суреттер. Біздің еліміздегі қола дәуірі тайпалары салған Петровичтер, суреттер тек 2013 жылдан бастап зерттеле бастады. Жартастағы суреттерді нәзік әрі күрделі өнер бұл құпиясын түсініп мән-мағынасын ашу үшін зерттеушілер археология, тарих, өнер, мифология секілді салалардан хабардар болғаны жөн. Бұл Қарасай шатқалындағы жартастарда салынған суреттердің бір-екі көрінісі. Қарасай шатқалындағы Петровичтердің сырлары. Қарасай Петровичтері Ақбұлым ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 5-7 км жерде орналасқан. Петровичтер қола және ерте темір дәуіріне тиесілі. Ақылбек, Құдабаев секілді ғалымдар экспедиция көмегі арқылы бұл шатқалды зерттеп жинаққа енгізген. Экспедиция кезінде ғалымдар суреттердің орта бөлігінен табылса, кейбір бөліктері шеткі теріспекей бөлігінен табылған. Жартастардағы суреттерде тек адам бейнесі ғана берілмеген. Онымен қоса тау ешкі, бұғы, елік, түйе, бұқа секілді жануарлар да табылған. Бұқалар мен түйелердің бейнелері ірі көлемде әрі нүктелеу әдісі арқылы жасалған. Тасқа жазылған жазулар көбінесе сол кездегі бір оқиғаны емес, адамдарды қоршаған айна туралы ойлары, өзіне таныс жануарлар дүниесі арқылы жасалған. Тас жазулардың мағынасы әрі күнге дейін жұмбағын таппады. Бірақ тағы бір сюжеттер мен этнография көмегі арқылы біз сенімді мәліметтерді таба аламыз. Бұл Петровичтердің қатарына мысалы аңды аулау үрдісі, Қазақстандағы ешкілер, итті көмегімен аң аулау арқылы Қазақстанның орта және Азияларында жартастардағы аң аулау мәдениеті арқылы көп мәліметтерді ала аламыз. Бұл жерден біз тау ешкіні көре аламыз және Қарасай шатқалындағы жартастардың бейнесі. Қарасай шатқалындағы Петровичтердің ішіндегі ең құнды бір бейнесі ол күн басты Сібір болысы. Жанрлық композиция арқылы салынған бұл бұғының суреті ежелгі қола дәуіріне тиесілі. Қарасай шатқалының тағы бір ерекшелігі ол кірер беткейдегі екі үлкен жартастардың тұруы. Орналасуына және күннің түсу бұрышына қарай бір жартасқа күн түссе екіншісіне түспейді. Күн түсетін жартасқа сурет салса күн жарығы түсіп ерекше жарқырайды. Міне ата-бабаларымыз салған суреттері, таңбалары мәңгіге сақталсын, жарқырап тұрсын деген оймен күн жарығы түсетін жеріне әдейі салғандай көрінеді. Қарасай шатқалының Петровичтеріне қарап біз күнге табынушылықтың қатты дамығанын байқаймыз. Оны біз күн басты Сібір бұғыларының суреттерінен, күн басты адамдардың билеп жүрген суреттерінен аңғарамыз. Ғалымдардың айтуы бойынша сол дәуірдегі билер негізінен діни нанымдарға, әдет-ғұрыптарға байланысты және аңшылық пен соғыс жорығының сәтті болу үшін орындалған. Тастағы суреттер бір қауым тайпаның тыныс-тіршілігін баяндайтын, белгілі бір мазмұнға құрылған көне замандағы өнер туындылары екені даусыз. Осы шатқалға кіреберісте сол жақтағы күнге бетте үлкен бір қара тасқа сол қолмен семсер ұстаған жауынгер бейнесі бейнеленіпті. Құдды бір өзі осы өлкенің қожайыны секілді. Петровичтерге төніп тұрған қауіп олардың алдын алу шаралары. Зерттеу жұмысы барысында дәл осы Қарасай шатқалдары туралы интернет желісінде де аз жазылған және жазба жұмыстары да аз. Осыны себеп арқылы мен бұл шатқалға өзім барып зерттеу жасағым келді. Зерттеуге барғанда да шынымен де тасқа салынған суреттер өте жоғары деңгейде. Алайда сол жердегі күннің әсерінен қараусыз қалған бұл шатқал суреттері бірте-бірте жойылып бара жатыр. Бұл біздің басты мәселеміз болып тұр. Яғни, егер осылай жалғаса беретін болса, шатқалдағы суреттер мүлдем жойылып кетіп, бұл шатқал басқа шатқалдардан айырмашылығы болмай қалады. Қазірдің өзінде де бұл шатқалды зерттеп жатқан ғалымдардың жоқтың қасы. Тек жергілікті өлкетанушы Байбосынов қана біраз зерттеу жұмыстарын жасаған. Барған кезде де туристердің қарасы көрінбейді. Яғни, насихаттау жұмыстары да аз қамтылған. Петровичтердің күннің астында қараусыз қалмауына менің бірнеше ұсынысым бар. Бірінші ұсынысым ол Қарасай шатқалындағы Петровичтерді туристік орынға айналдыру.
көздің жауын алатын, назарда түсіп тұратын өте жоғары деңгейде салынған суреттер келген жандарды баурап алады. Туристік орынға айналдыру үшін ең бірінші біз бұл шатқалға баратын жолды жөндеуден бастауымыз керек. Себебі барған кезде де шатқалға баратын жол өте ыңғайсыз екенін байқадым. Одан кейін тастың айналасындағы күннің әсерінен майдаланып жүрген ұсақ тастарды жинап алу керек. Себебі ол туристерге тастарды көруге кедергі жасайды. Екінші ұсынысым тастарды қатырып қою. Себебі күннің сәулесінен тастар үгітіліп, өздерінің суреттерін жоғалтуда. Егер бұл жалғасатын болса, келешек ұрпаққа қалдырар бір тарихи жәдігерімізден айырыламыз. Тастарды қатыру арқылы тастардың үгітіліп кетуінен қорғаймыз. Қорытындылай келе, қазақ халқының көне мәдени ошақтары мен тарихи орындарды анықтау, оның мән-мағынасын ашу, құпия ішкі сырын білу тек жекелеген зерттеуші ғалымдардың ғана емес, мемлекет алдындағы болашақ ұрпақ үшін алаңдайтын барша адамдардың проблемасы болу керек. Қазір шатқалдағы петроглифтер әлемге танылмай, өзіміздің елімізде де күннен күнге маңызын жоғалтып отыр. Қарасай шатқалындағы петроглифтерді дүниенің төрт бұрышы көзбен көріп, қолмен ұстасын десек, өзіміздің тарихи мұрамыздың бағасына жете білейік, тіл бітірейік, сөйлесейік. Қарасай петроглифтердің Жамбыл облысында ең керемет туристік орын болатынына мен сенімдімін.